Армысыздар, құрметті Тендер жаса YouTube арнасының көрермендері. Бізде кезекті өзіміздің студентіміз, нәтижеміз Мадияр мырза. Мадияр мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мадияр мырзаны таныстыра кетсек, Мадияр мырза бізде қазір Алматы қаласындағы Мыңбатыр орталығында қазір кәсіп жасап жүр. Мадияр мырза, енді бірінші бастамас бұрын танысып өтсек, қай жақтан боласыз және де бұрынғы профессияңыз не, тендерге келмей тұрып? Есімім Мадияр, негізі Талдықорған қаласының тумасымын. Қазір таңда Алматы қаласында жұмыс істеймін. Алматы қаласы Мыңбатыр даму орталығында. Бұған дейін 12 жылдай көлемінде әскери қызметте болған. Мемлекеттік қызметте болдыңыз? Мемлекеттік қызметте. 12 жыл бойы, 12 жыл бойы. Осыған дейін енді тендерге келуге не себеп болды? Қайдан көрдіңіз бізді? Негізі YouTube арнасында көптеген бизнес жайлы, не жайлы каналдарды көріп жеттім. Сол кезде Алмас Ақылбекұлының ноу-маркет жайлы видеосы шығып, сол видеоны көріп, сол видео түрткі болды. Сол арқылы Алмас Ақылбекұлының курсына келдім. Енді бізге тендерге жалпы біздің осы жобамызға қатысуына кісілердің себебі негізінде кейбіреуінде қарыз болады. Кейбіреуінде өзінің жай ғана табысын арттыру болады, кейбіреуінде қосымша табыс болады. Сізде бір ондай проблема болған жоқ негізінде, иә? Негізі проблема болғанда менде әскери қызметтен кеткеннен кейін үйде тандыр кәсібін бастағам. Ол кәсіпте жақсы жүріп жатыр. Просто ол жерде, яғни патолог бар да, мысалы 500 мыңға дейін табыласың, одан артық таба алмайсың. Қосымша табыс ретінде өзіңіз алып жүрдіңіз. Иә. Жақсы. Енді негізгі бұны қашан бастадыңыз ол маркетті? Негізі маусым айында Алматы қаласында офлайн. Алмас Ақылбектің бірінші офлайн сабағында? Тамаша. Енді бір адамда стереотип болады ғой, тендерге келмес бұрын. Көбі айтып жатады, білмейтін адамдар тендерде. Тендерде парақорлық бар. Ақша беру керек тендер жабу үшін. Міндетті түрде бүйту керек, аға көке керек деген сияқты. Бәрінде болады. Енді сіз енді мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін жеті жағасын да ойлап жүрген боларсыз енді. Қандай ой болды негізі өзіңізде? Иә, бұрында тендер жайлы менде ақпарат болмаған кезде тендерді ойлайтын жаңағы тек қана таныс арқылы, солай ғана арқылы жаңағы тендерді қабылдап, солай жұмыс істейтін деп. Кейін тендер саласын біле келе, өзім яғни жасай келе түсіндім, то что ол жақта яғни таныссыз, ешқандай несіз, заңды түрде бәрін жасауға болады. Осы күнге дейін сіз жасап келдіңіз, ешқандай нәрсе бір жолықты ма? Ақша сұраған бір нәрсе болған деген сияқты? Жоқ, ондай мүлдем жолыққан жоқ. Енді қорқынышыңыз 100% сейілді. 200% сейілді, жақсы. Оның енді ең адамдарға қызықтысы, көкейінде тұрған нәрсесі, адам қанша тапты деген нәрсе ғой негізінде. Сен ол маркетке келдің, қанша таптың? Соның сізде нәтижесі қандай енді? Нәтижесі бірінші ай 529 мың. Ол таза пайда? Таза пайда. Ал екінші айда 1 500 000 жаттым. 1 500 000 теңге жаттыңыз. Өзіңіз жалғыз? Өзім жалғыз. Ешқандай команда жоқ? Команда жоқ. Офис алып жатқан жоқсыз, жай Мыңбатыр орталығындасыз? Иә, Алматы қаласы Мыңбатыр даму орталығында. Так, енді Алмас Ақылбектің бірінші курсына қатыстыңыз. Қандай бір өзіңіз лайфхак бір артық күш жасадыңыз ба? Неше сағат жасадыңыз күніне? Қиын болды ма деген ғой басында? Негізінде әр істің оңай жоқ қой. Өзінің қиындықтары болады. Бірақ Алмас Ақылбекұлының сабақтарын арқылы, өзінің арнайы фишкалар арқылы, сол тауарды қалай тез салу болады, қалай жасау керек. Сол тапсырма бойынша бірге бір жасап, тек бірге бір қайталадыңыз, одан артық қатты бір әрекет жасаған жоқсыз негізінде, иә? Иә, тек бірге бір қайталадым. Қалай тапсырма береді, тура соны орындадым. Тапсырмамен бірге бір жасадыңыз. Так, енді ол жерде омаркет деген жалпылама айтқан кезде товар салып қойдың, саған заявка келеді, сен сатасың, апарып бересің, болды. Иә, сондай. Осы күнге дейін қанша мың товар салдыңыз? Мыңға жете ма? Осы күнге дейін 10 мың товар салдым. 10 мың товар салып қойдыңыз? Ол 2,5 ай көлемінде. 2,5 ай көлемінде. Негізі тапсырма бойынша қалай? Негізі Алмас мырза бізге әр апта сайын тапсырма беріп отырады. Сол бойынша жасап отырдық. Бірінші 1000, одан кейін 3000, одан кейін 5000, 7000. Сол тапсырма бойынша бірге бір орындап отырдым. Солай сізге өзіме мақсат қойдым, 10 мың товар салу керек. Сол бұйыртса сол тапсырмаға күніне бір регулярно келіп отыратын заказдар бола ма? 10 мың товар салсаң, мынандай деген сияқты бір енді. Енді прям ондай қатты стабильность жоқ, бірақ дегенмен бар күніне
кем дегенде бір 3-4 заявка келіп отырады. Келіп отырады. Маржасын есептейсіз? Кейде 15 келеді, әрқалай. 15 заявка күніне. 15 заявка келеді. Так, жақсы. Енді адамдарға тағы бір қызық болатын нәрсесі, ол қандай салада жүр екен деп, нишасы деп. Мен толық айтпай қойсаңыз да, примерно осы бағытта жұмыс жасап жатырмын деп. Қай салада примерно жүрсіз? Енді көбінесе құрылыс саласынан келеді. Содан кейін құрылыс саласы, содан кейін есік, сондай заявка көп келеді. Жалпы құрылыс саласында жүрсіз. Жақсы. Өйткені жаздық айларында, мысалы, көптеген госучреждениялар ремонт жасайды, соған байланысты жаңа. Енді бұйырса алдағы уақытта тендердің негізгі сезоны келе жатыр. Декабрь, ноябрь айлары бюджетті бәрін ауқымдап жабатын кез келеді. Ол кезде де енді алдағы уақытта жақсы жұмыс жасайды деп сенеміз. Так, енді сіз Мыңбатыр Алматыдасыз, Алматы қаласында тұрасыз, Оптовиктер сол жақтан таптыңыз. Так, жақсы. Мыңбатыр ортасының бір артықшылығын айта аласыз ба? Былай сұрақ қойсам, бұрынғы енді военный болдыңыз ғой. Военный кісілердің ортасы мен жалпы кәсіпкерлердің ортасы қандай бір айырмашылық бар? Енді әр жақтың өзінің несі жақсы жағы бар ғой. Мыңбатыр даму орталығының бір жақсысы, ол жерде орта бар. Яғни адамды орта өзгертеді. Ол жерде мысалы кейбір заявкаларда мысалы складтардың нелерді табылмай қаласың, сол кезде сол жерде жүрген куратор мырзалар, мысалы, немесе өзің сияқты оқып жүрген жігіттер сондай мысалы складтың адрестарын сондайларын айтып жүреді, сондай жағынан көмектесіп жүреді. Білмей қалғанды айтып жүреді. Сол жағынан орта жақсы. Орта жақсы. Яғни рабочий атмосфера дейді ғой. Сонысы жақсы. Бір жағынан өзіңіздің мотивацияңыз, мотивация, даму, көмектесу, мысалы, өзіңде қолынан келгенше көмектесеміз. Ол жақтан да мүмкін инвесторлар шығып қалады, мүмкін кәсіпкер бірге жұмыс жасайтын кісілер шығып қалады дейсіз ғой. Ол жерде де мысалы менде бір заявка болды, фармацевтический холодильник, мысалы мен оны Қазақстаннан таптым, бірақ ол қымбатта болды. Сол жерде мысалы СНГ саласымен жұмыс істейтін Үміт мырза арқылы, мысалы Ресей Федерациясын Казань қаласынан алдырттық. Солай жаңағы заявканы жақсы тапсырдық. Үміт мырза бізде ютубқа шыққан болатын, СНГ бойынша ол кісі эксперт. Сол кісі арқылы алдырып шығалдыңыз. Сол кісі арқылы алдыртып шыққан. Тамаша. Мадияр мырза, бағана айтып қалдыңыз, жалпы қаржылық сауаттылық туралы өзіңіздің біліміңізді былай арттырдыңыз. Ғаламтордан, интернеттен қарадыңыз, және де Азамат Серікұлының бір кіріс шығысты есептеу туралы айтып қалдыңыз. Сол туралы айтып кетсеңіз. Жексенбі күні Азамат Серікұлының сабағында жаңа қаржылық сауаттылық туралы кіріс шығыс туралы айтты. Яғни негізгі түрткі сол болды. Өзімде енді әскери қызметте онайын нақтылық жақсы көремін. Сонда кейін жаңағы YouTube арнасынан өзімізден сол кіріс шығыс жайлы ыңғайлы болсын деп жаңағы Excel кестесін жасады. Сол жерде жаңағы толықтай аппаратты көзіне толтырған кезде толықтай көрініп тұрады. Яғни кірісі, шығысы, обороты, пайдасы, маржасы, проценті. Шығын қанша кетті? Мысалы, бір тендерге жабуға мынанша кетті, үстіне пайда осынша келді. Айналым осынша деп жазып қоятындай. Ол жерде қай жерде алғаны, қанша күнде заявка қабылданып, қанша күнде ақша түскен деген сияқты. Сол сияқты барлығы ақпарат. Жалпы кәсіпкерге ең бірінші керек осы қаржылық сауаттылық деп айтасыз ғой, негізінде. Енді жалғыз ғана осы бір сұрақ, курсқа, осы біздің жобамызға келдіңіз, оны сіз бірнеше пайызға ақтап алдыңыз. Енді алдағы уақытта қандай мақсатыңыз бар бір? Енді алдағы уақытта Азамат Серікұлы айтқандай 10 миллион оборотқа жету ең бірінші мақсат. Одан кейін ары қарай бір қалыпты жұмыс істеу, ары қарай даму. Осы процесті қайталай беру дейсіз ғой. Объемын үлкейту. Масштабировать ету бастау. Жақсы. Сонымен Мадияр мырза, бір өзімізге біздің Мыңбатыр ұжымына, тендер жасау компаниясына бір лебізіңіз болса, қандай бір алып қосарыңыз болса, өзіңіздің ойыңыз. Әрине, Мыңбатыр даму орталығына алғысым шексіз. Алмас Ақылбекұлының өзінің сабақтары, фишкалары жақсы көмектесті. Одан кейін жаңағы Азамат Серікұлының қаржылық сауаттылық болсын, жалпы мотивация тұрғыда да өте жақсы көмегі тиді. Ары қарай дамай берсін. Рахмет. Алмас мырзаның фишкалар деп айтып қалдыңыз. Жақсы бір лайфхактар көрсеткен сияқты. Сабақтары ерекше. Рахмет. Құрметті көрермендер, жалпы о-маркет туралы, тендер туралы сұрақтарыңыз болса, осы төменге жаза кетіңіздер. Осы видеоны пайдалы деп білсеңіздер, достарыңызға, өздеріңіздің туысқандарыңызға жібере беріңіздер.
және де осы біздің каналымызға тіркеліп алыңыздар. Рахмет, Мадияр мырза, көріскенше.